Абайдың 27-ші қара сөзі. Сократ хакімнің сөзі. Бір күні Сократ хакім бір Аристодем деген ғалым шәкіртіне Құдай тәбәрәкка уа тағалаға құлшылық қылмақ турасында айтқан сөзі. Ол өзі құлшылық қылғандарға күлуші еді. Әй Аристодем, ешбір адам бар ма сенің білуіңше? Қылған өнерлі себепті адам таңарқауға лайықты ма дейді. Ол айтты, толып жатыр хазірет. Бірінің атын айтшы дейді. Гомерге бәйітшілігі себепті, Софоклге трагедиясы себепті, яғни біреудің сипатына түспектік. Зевске суретшілігі себепті, таңырқаймын, деп соған ұқсаған неше оннан басқа өнерлері әшкере болған жандарды айтты. Олай болса, кім артықша ғажайып тануға лайықты? Жансыз, ақылсыз, құр пішінді жасайтын суретші ме? Я жан иесі, ақыл иесі адамды жаратушы ма дейді. Соңғысы лайықты дейді. Бірақ ол жаратушы жаратты. Өздігінен кез келіп, солай болып кетпей, басынан біліп, істеген хикметімен болса дейді. Жә, пайдалы нәрсе дүниеде көп, бірінің пайдасы көрініп тұр, білініп тұр. Кейбірінің пайдасы анық білінбейді. Соның қайсысын хикмет көресің дейді. Әрине, әшкере пайда бола жаратылған хикмет десек керек деймін дейді. Жә, олай болса адам жаратушы Хауаси, Хамси, Захри дегенге тақиқ ойлап, олардың пайдасының барлығы түгел оған мұқтаж боларлығынан біліп, бергендігі әшкере тұр ғой. Әуелі көзді көрсін деп беріпті. Егер көз жоқ болса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен қайтып ләззат алар едік. Ол көз өзі нәзіктіктен керегіне қарай ашып, жауып тұру үшін қабақ беріпті. Желден ұшқыннан қаға берсін болуы үшін кірпік беріпті. Маңдай теріні көзден қағып тұру керек болғандығынан басқа тағы керегі бір қылып қас беріпті. Құлақ болмаса, не қаңғыр, не дүңгір дауыс, жақсы үн, күй, ән, ешбірінен ләззаттанып хабар ала алмас едік. Мұрын иіс білмесе, дүниеде не тәтті, не қатты, не дәмдінің қайсысынан ләззат алар едік. Бұлардың бәрі біздің пайдамыз емес пе? Көзді, мұрынды ауызға жақын жаратыпты. Ішіп жеген асымыздың тазалығын көріп, иісін біліп, ішіп жесін деп. Бізге керегі бар болса да, жиіркенерлік жері бар тесіктерді бұл бастағы ғазиз білімді жерімізден алыс апарып тесіпті. Мұның бәрі хикмет пен біліп істелгендігіне дәлел емес пе дейді. Сонда Аристодем тақиқ ойлап тексергенде адамды жаратушы артық хикмет иесі екендігіне һәм махаббатпен жаратқандығы үшін шүбә қалмады. Олай болса да және ойлайсың, һәмма мақұлықты жас балаларына елжіретіп үйірілтіп тұруын көргенде, уа һәмма мақұлықтың өлімін жек көріп, тіршілікте көп қалмақшылығын тілеп, ижтихат қылуын көргенде, өсіп өнуінің қамында болудан басқа істі аз ойламақтары, бұлардың бәрі жұрт болсын, өссін, өнсін үшін. Солардың бәрін жаратқанда көңілдерін сойлайша ынтақтындырып қойғандығы һәм мұның бәрі жақсы көргендігінен екенін білдірмей ме дейді. Ей Аристодем, қалайша сен бір өзіңнен, яғни адамнан басқа ақыл жоқ деп ойлайсың? Енді адамның денесі өзінің жүрген жерінің бір битімдей құмына ұқсас емес пе? Денеде болған дымдар жердегі сулардың бір тамшысында емес пе? Жә, сен бұл ақылға қайдан ие болдың? Әрине, қайдан келсе де жан деген нәрсе келеді де, сонан соң ие болдың. Бұл ғаламды көрдің, өлшеуіне ақылың жетпейді. Келісті, көрімдігіне һәм қандай лайықты жарыстықты законыменен жаратылып, оның ешбірінің бұзылмайтындығын көресің. Бұлардың бәріне таңғажайып қаласың, һәм ақылың жетпейді. Олардың бәрі де кез келгендікпен бір нәрседен жаралған ба, яки бұлардың иесі бір өлшеусіз ұлы ақыл ма? Егер ақылымен болса, бұлайша бұл есебіне өлшеуіне ой жетпейтіндігін дүние әрбір түрлі керекке бола жаратылып, һәм бір-біріне себеппен байланыстырылып, пенденің ақылына өлшеу бермейтіндігін
мықты көркем законге қаратылып жаратылған дейді. Ол айтты, тахих бұл айтқаның бәрі рас. Жаратушы артық ақыл иесі екендігі мағлұм болды. Ол Құдайдың ұлықтығына інкәрім жоқ. Бірақ сондай ұлық Құдай менің құлшылығыма не қылып мұқтаж болды дейді. Ей Аристотель, қате айтасың, мұқтаж болғанда да біреу сенің қамыңды жесе, сенің оған қарыздар екендігіңе ұстаз керек пе еді? Аристотель айтады, ол менің қамымды жей тұғын мен қайдан білемін дейді. Жа олай болса, хам мақлұққа да қара, өзіңе де қара, жанды бәрімізге де беріпті. Жанның жарығын бәрімізге де бірдей ұғарлық қылып беріп пе? Адам алдын артын осы күнін үшеуін тегіз ойлап тексереді. Хайуан артын осы күнін де бұлдыр біледі. Алдыңғы жағын тексермекке тіпті жоқ. Хайуанға берген денеге қара, адамға берген денеге қара. Адам екі аяғына басып тік тұрып дүниені тегіз көре ме? Тегіз тексермекке лайықты хам өзге хайуандарды құлданарлық пайдасын көрерлік лайығы бар. Хайуанның бірі аяғына сеніп жүр, бір өзіндей хайуанды құлданарлық лайығы жоқ. Адам өзі-өзіне сенбесе, адамды да хайуан секілді қылып жаратса, еш нәрсеге жарамас еді. Хайуанға адамның ақылын берсе, мұнша шеберлік, мұнша даракарлік, бір-біріне ғылым үйренерлік, шешендік, салахият ол денеге лайықты келмейді. Қай өгіз шаһар жасап, құрал жасап, неше түрлі сайман жасап, сыпайылық шеберліктің үдесінен шығарарлық қисыны бар. Бірақ адам баласы болмаса, бұл ғажайыппен ақылды және ғажайыппен жасаған денеге кіргізіп, мұнша салахият иесі қылғанына, хикметпенен өзге хайуанға сұлтан қылғандығына дәлел емес пе? Ол дәлел болса, адам баласын артық көріп, қиямын әуелден Құдайдың өзі ойлап жасағанына да дәлел емес пе? Енді адам баласының құлшылық қылмаққа қарыздар екенін мағлұм болмай ма дейді.